Сен өзіңе сенімді емессің. Жоқ, олай емес. Иә, солай. Жоқ, олай емес. Сен бұдан әлде қайда мықтысың. Өзің ойлағаннан да зор күшке иесің. Бар күшіңді салып тырыспасаң. Диана. Жарақаттанып қалдың ба? Жоқ, апа, бәрі жақсы, жай ғана. Жақсы. Жаттықтың, байқайым патшайым ретінде мені құрметтейтін сияқтысың. Тілімді алмай туған әпкесіне сатқындық жасады. Жоқ, апа, оған жаттықтыр дегенмеймін. Оны сарайға барыңдар. Бар, қане. Менде басқа таңдау қылған жоқ, Гипполита. Ол соғыс алмаса, онда өз міндетіңізге немұрғайлы қарағаныңыз. Ешқашан келмейтін уақыт жайлы айтып тұрсың. Ол енді қайтып оралмауы мүмкін. Алған жарақатынан жан тәсілім еткен болар. Арестірі, мұны мен де, сіз де анық сезесіз. Оның қайтып оралатыны сөзсіз, ол тек уақыт еншісінде. Осыны біліп қойыңыз. Диана неғұрлым күшті болса, оны соғұрлым тез табады. Гипполита, оны мен де сіз сияқты жақсы көрем. Бірақ оны қорғаудың жалғыз жолы осы. Оны басқа амазондарға қарағанда көбірек жаттықтыратын бол. 5 есе ауыр, 10 есе қиын. Тіпті сенен асып түссін. Бірақ ол өзінің кім екенін және қалай пайда болғаны жайлы шындықты ешқашан білмегені дұрыс. Қаттырақ. Сен бұдан да мықтысың, Диана. Қане, тағы да. Қорғануды ұмытпа. Жекпе-жекте бәрі әділ шайқасады деп ойлайсың. Алайда шайқас ешқашан әділ болмайды. Антиопа, қозғалмаңыз. Жарақаттанып қалдыңыз. Кешіріңіз. Тоқта, Диана, жақындама. Мен не бүлдірдім? Кешіріңіз.